Қайырлы күн достар, бұл видео ИП жабу видеосы. ИП-ны 0-мен жабамыз, яғни бұның ИП-ның ашылғанына енді 1 ай болған, соны енді жабуға жібермекшіміз. Ең алдымен осылай Google-ға кабинет КГД gov.kz деп жазып аламыз. Міне осылай. Әрі қарай вайти по ECP дегенді басамыз. ECP ключпен кіріп аламыз. ECP ключтың бірінші файлымен, аутха файлымен кіреміз. Паролімізді жазып, выбрать деп таңдап, әрі қарай кіретін боламыз. Кабинетке кіріп алған соң, ең алдымен біз қарыз бар ма, бұл ИП-ның жоқ па, соны тексеріп аламыз. Ол үшін лицевой счетқа кіреміз. Лицевой счетқа кірген кезде осылай шығады. Вопрос салдо элса дегенді басамызды, жанында тұрған обновить страницу дегенді басамыз. Осы жерде барлығы шығып тұрады. Сіздердің салған ақшаларыңыз шығып тұрады, және қарыз бар ма, пене барлығы осы жерден шығып тұрады. Келесі шаг бізде сервисы дегенде регистрационный данный бар. Сол жерге кіріп, данныйларыңыздың барлығын тексеріп аласыздар. Ол жерде бізге ең керегі УГД номері. ИП-ның қай уақытта ашылғанына соның барлығы осы жерде жазылулы тұрады данныйларыңызда. Ол жерге кірген кезде де вопросик данные дегенді басасыздар. Данныйларыңызда обновить етіп аласыздар. Проверить статус вопроса дегенді басасыздар да бүгінгі күннің датасымен обновить етілу керек. Бұл жерде бізге ең керегі УГД номерлерін өзімізге алып аламыз. Қазір менде база жай жасап тұр. Осы жерде данныйларымыз шыққан соң, жаңағыдай УГД-ларымызды бір жерге түртіп жазып қоямыз. Міне бізде данныйлар шықты. ИП-ның атауы және бұл жерде адрестерінің барлығы шығып тұрады. Жерде касса орнатылған болса, осы жерде кассаны көресіздер, бар болса, кассаны да снять етіп алып, содан кейін барып, ИП-ны жабуға жібереміз. Міне біз данныйларын бір тексеріп алдық. Енді бұл жерде отчет тапсырылған ба, соны көреміз. Оны біз журнал форумда көреміз. Үшінші тұрған неге страницаға кіресіздер. Осы жерде қандай отчет тапсырылған, қандай декларация барлығы осы жерден шығып тұрады. Найти дегенді басасыздар. Бұл жерде бізде ешқандай отчет тапсырылмаған. Яғни бұл бірінші рет отчет тапсырайын деп тұр. Сондықтан біз отчетты настройкаға кіреміз. Осы жерде 2024-ті таңдаймыз да 910 формадағы отчетты тапсыратын боламыз. Бізде ең бірінші тапсырылып жатқан отчет болған. Міне бізде 910 формада отчетқа кірілді. Осы жерде толтырамыз. Бірінші страницада 2024-тің бірінші полугодиясын таңдаймыз. Одан кейін Б пунктын таңдаймыз.
первоначальный мен ликвидационный екеуін бірге таңдайтын боламыз. Бұл бірінші рет тапсырылып жатқан отчет және жабылуға жіберіліп жатқан отчет. Келесіде біз резидентті таңдаймыз да екінші страницаға өтетін боламыз. Екінші страницада бұл жерде медстраховкаға 0 қойып тастай жіберетін боламыз. Бұл жерде ешқандай доход, ешқандай төлем, ештеңке болмаған. Осылай медстраховкаға 0 барлығына қойып шығамыз. Ары қарай 3-ші страницада емес, 4-ші страницаға бірден өтетін боламыз. Енді бұл 4-ші страницада бізде кіреміз, налог қай жақтан түседі, соны белгілейтін боламыз. Бізде жаңа регистрационный данныйда УГД номерін көрдік қой, сол кезде біз ИП-ның УГД-сын және жительство, поместный жительствоның УГД-сын жазып алдық. Сол жердегі біз нахождение ИП-ның УГД-сын жазатын боламыз сол жерге. Енді бірінші бізде код орган государственных дегенге УГД жаңағы біріншісінде ИП-ның адресіндегі УГД-ны жазамыз, номерін. Келесіде по жительство местосыныңкін жаңа прописка қай жақта, соны жазамыз. Барлығын жазып болған соң, проверить заполнение деймізде. Міне бізде ошибка жоқ, сондықтан біз жібере береміз ары қарай. Отправить в ОГД дегенді басамыз да, RSA кілтімен жібереміз. ECP күліштің екінші файлымен жіберетін боламыз. Парольдарымызды жазып, осылай жасақ, ары қарай иініміз шығады. Осылай жіберіп болған соң, бұл отчетымыз кетті ма, соны көреміз. Ол үшін журнал форумға кіремізде, найти-ді басып, көреміз мына жақтан. Міне, бізде отчетымыз жіберілді, енді налогқа заявление жазатын боламыз. Ол үшін налоговый бөліміне кіреміз, налоговый заявление бөліміне кірген соң, осы жерде прекращение деятельности деп тұрады. Соны таңдаймыз. Бізде қазір шығып тұрған жоқ, бір аннотация жібересіздер, сол кезде шығады. Міне прекращение деятельности кіретін боламыз. Бірінші страницада бізде кодекстерді таңдайтын боламыз. Бізде Е кодексін таңдаймыз. Статья 67-ші. Екінші страницада бізде КБК номерлерін жазамыз. Біз ИП-ға төлем жасаған кезде КБК номерлерін жазамыз қой. Сол КБК номерлерімізді осы жерге жазып шығатын боламыз. Мен қазір жазамын. Ары қарай қай жаққа жіберіп жатырсыз, сол жақтың код несін УГД-сын жазасыздар.
Әрі қарай проверить заполнение дейсіздер де отправить в ОГД деп жібересіздер. RSA кілтімен жібересіздер, ECP ключтің екінші файлымен. Налогқа заявление кеткенін, жаңағыдай налоговый заявление бөліміне кіресіздер де ең астында найти дегенді басасыздар. Міне менде налогқа заявление кетті, жабу үшін. Енді 10-15 күннің арасында